Жақында өздеріңізге белгілі Қазақстанда қаңтар оқиғасы елді дүрліктірді. Елде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен үкімет отставкаға кетті. Сонымен қатар, экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туыстарының арасында қызметінен кеткендер де болды. Елдегі жағдай ушыққан тұста желі мен мессенджерлерде сенімді де сенімсіз ақпарат тарады. Ендеше, Фактчек.kz редакциясы осы аптада жарияланған материалдардың шолуын назарларыңызға ұсынбақ. Қаңтардағы қасірет болғалы халық алдына шықпаған Нұрсұлтан Назарбаев 2022 жылдың 18 қаңтарында үндеу жариялады. Видео тарай сала, мынау дипфейк емес пе, дипфейк сияқты деген пікірлер көбейді. Оқырмандарымыз да ақ-қарасын анықтап берсеңіздер деп ондаған хабарлама жазған соң, видеоны арнайы сервистердің көмегімен тексердік. Құрметті отандастар, ардақты ағайын, 2022 жыл халқымыз үшін күрделі де қатерлі сынақтан басталды. Бұл видео дипфейк емес. Дипфейкте көбіне адамның бейнесі анфас түрінде болады және біріктірілген кадрлар кездесе бермейді. Десе де көңілдегі күдікті сейілту үшін арнайы сервистің көмегіне жүгіндік. Талдама нәтижесіне қарасақ, видеода дипфейк технологиясын қолдану мүмкіндігі тым төмен. Өздеріңізде көргендей Назарбаевтың үндеуі бірнеше кадрдан біріктірілген және бұл видеоны бірнеше дубльмен түсіргенін айғақтайды. Монтаж біркелкі емес. 3D модельдеу мен өңдеудің ізі анықталмады. Кейінгі күндері әлеуметтік желілерде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазіргі жағдайға байланысты мектептерде тамақ, жүріп тұру, форма мен басқа да қажеттіліктер тегін болады деп айтқан мәлімдемесі тарап жүр. Сонымен қатар, Тоқаевтың мәлімдемесімен бірге 2022 жылдың қаңтар айынан бастап 1-4 сынып оқушылары 100% бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі деген видеода тарады. Осыған орай Фактчек.kz сайты ақпаратты тексеріп көрді. Расымен де Қасым-Жомарт Тоқаев бұл сөзді 2019 жылдың 20 желтоқсанында ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында айтқан. Және бұл артықшылық барлық оқушыға емес, тек көп балалы және арнайы әлеуметтік көмек алатын ата-аналардың балаларына қатысты болған. Тоқаев бұл мәлімдемесінің қазіргі жағдайға және 11 қаңтардағы мәжілістің отырысында сөйлеген сөзіне еш қатысы жоқ. WhatsApp мессенджерінде Kaspi.kz қосымшасын қолданушылар арасында аударым сервисін тоқтатқаны және онлайн банкинге салған ақшаңыз банк есебіне өтетіні туралы ақпарат тарап жатыр. Фактчек.kz бұл ақпаратты қаншалықты рас екенін тексерді. Kaspi.kz-тің ақпаратына сай, қазір терминал мен банкоматтар арқылы ақша толтыруға болады. Ешқандай комиссия алынбайды. Бір күнде аударуға болатын сома шегі 1 миллион теңге. Онлайн аударымда тұрақты жұмыс істеп тұр. Мессенджерде тараған хабарламадағы Kaspi.ге салған ақшаңыз банк есебіне өтеді. Тек онлайн дүкен істеп тұр деген ақпараттың барлығы жалған. Жалпы Kaspi.kz жайында шындыққа жанаспайтын ақпарат жиі тарайды. Мысалы, 2020 жылдың соңында да хакерлер Kaspi.kz-ке шабуыл жасап, 78 миллион теңге ұрлады деген хабарлама WhatsApp-та тараған. Банк ақпаратты жоққа шығарып, ақау техникалық себептерден болғанын айтты. Биылғы жыл Қазақстан үшін ауыр кезеңмен басталғалы баршамызға мәлім. Осындай кезде желіде тараған барлық ақпарат рас болмауы мүмкін. Сондықтан барынша ақпаратты жан-жақты зерттеп, немесе Фактчек.kz сайтының желідегі парақшасына күмәнданған ақпаратты жіберсеңіз болады. Біздің YouTube каналымызға, желі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.